34-ші қара сөз. Жұрттың бәрі біледі, өлетұғынан және өлім үнемі қартайып келмейтұғынын. Bir алғанды қата жібермейтұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ нананды, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хаммәні жаратқан Құдай бар. Ахиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруда, жарылғауда пенде үстіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіру де бар деп. Бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егерде осы екеуіне болдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз, оны қайтып түзете аламыз? Оларда мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде кім ахиретте, дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтақ құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы оларда бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер. Біздің қазақта мұсылман екен. Егерде екі нәрсе кез болса, бірі ахиретте керекті, бірі осы дүниеде керекті. Бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сондай біреу ахиретте керектігін алмай, екінші бір кез келген алармын деп. Жоқ, егер кез болмайтұғын болса, кең Құдай өзі кеңшілікпенен кешіреді дағы. Мына кезі келіп тұрғанды мұны жіберіп болмас деп дүниеге керектігін алса, енді ол кісі жанын берсе, ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ахиретте қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден мақсарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қауіпің, екі дүниенің жақсылығына, рахаттың бәрі бірдей екен. 5 күндік өмірің бар ма жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алар тұспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетіме еңбегімді жандыр демей. Пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой Тәңір-ай деп таласа бергенің несі сөз, оның несі адам?